Мына біз тоқталып өте тұрған нәрсе, Аллаху Субхану ва Таала сіздермен бізге ақыл берді. Сондықтан біз білейік, пайғамбарларға не нәрсе тиісті, не нәрсе болуы мүмкін емес. Пайғамбарларға болуы мүмкін нәрселерді біз білуіміз керек. Бірінші, кім пайғамбарды Аллах Таала таңдайды? Адам өздігінен ешқашан пайғамбар болмайды. Екінші нәрсе, пайғамбарлар шыншыл болады. Пайғамбар ешқашан өтірік айтпайды. Өйткені Аллаху Субхану ва Тааланың хабарын адамдарға жеткізеді. Осыған еріңдер, менің сөзімді екетпейді деп Аллаху Субхану ва Таала өзінің пайғамбарларына еруге бұйырады ғой. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Пайғамбар өз ойынан еш нәрсені айтпайды, Аллах Таала оған уахи қылған нәрсені айтады. Екінші шындық болса, үшінші аманат. Пайғамбарлар ешқашан қиянат қылмайды. Пайғамбарымыздың өмір баянын оқитын болсақ, Маккада сол Макка мүшриктері өздерінің жоғалып кетуін, нен қорққан дүниелерін пайғамбар алейхиссаламға келіп тапсыратын. Пайғамбарымыз Маккадан Мадинаға көшейін деп жатыр. Макка мүшригі айла қылып, пайғамбар алейхиссаламды өлтіруге әрекет қылып жатыр. Ал пайғамбарымыз болса, олардың аманаттары, олардың дүниелері жоғалып кетпес үшін Али разияллаху анхуға тапсырып жатыр. Аманатқа қиянат қылмайды. Сондықтан пайғамбарымыз қатты айтады, мұнафықтың аламаты аманатқа не қылу, қиянат қылу. Мұнафықтың аламаттарынан уайза хадаса казиба, сөйлесе өтірік айтады. Уайза уада ахлафа, уәде берсе уәдесіне қарсы шығады, уәдесін орындамайды. Уайза утмина хана, оған аманатқа қойылса қиянат қылады. Егер ұрысса күнәға кетеді. Аллах Таала өзі таңлайды. Екінші шындық, үшінші аманат. Төртінші дінді жеткізу. Дінді жеткізеді. Алланың әмірін жеткізеді. Күн демеді, түн демеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға уахи келгенде, пайғамбарымыз көрпеге оралып жатқанда, Музаммил Муддассир сурасын білесіңдер. Я аюхал Музаммил деп. Оралып жатқан деді. Тұр орныңнан деп. Киіміңді таза ал, адамдарды шақыр. Енді жататын уақыт бітті. 23 жыл күн демеді, түн демеді. Көпшілікке жеке аманатты жеткізді. Таблиқ, дінді жеткізу. Бесінші, ол не? Фатана. Пайғамбарлар не болады? Өте ақылды болады. Дана болады. Пайғамбарлардың ақылы үлкен болады. Аллаху Субхану ва Таала осындай пайғамбарлар жібереді. Алтыншы, исма. Күнәдан пак болады. Адамдар жиіркене тұрған нәрсені істемейді. Кемшілік болмайды ол кісілерде. Қателесу мүмкін, бірақ Алла тезде оны туырлап қояды. Жетінші, олар рижал, олар ер кісі болады. Өйткені дінді жеткізу оңай нәрсе емес. Осы жетеуі оларға парыз, уажып болса, қаған осының қарама-қайшы жетеуі мүмкін емес болуы. Өздігінен пайғамбарын демейді. Өтірік айтуы мүмкін емес. Аманатқа қиянат қылу мүмкін емес. Дінді жеткізбей алу мүмкін емес. Пайғамбарымыз дінді жеткізіп, Маккада, Хаджатул Вадада айтты. Бүкіл сахабалар тұрғанда не деді? Не деді пайғамбарымыз? Мен бұл аманатты жеткіздім ба деді. Сахабалар, жеткіздіңіз я Расулла деді. Мен бұл аманатты жеткіздім ба сендерге деді. Жеткіздіңіз деді. Мен бұл аманатты жеткіздім ба деді. Жеткіздің деген кезде не деді? Аллахумма фашхад, Раббым өзің куә бол. Енді кім осы жерде бар, кейінге жеткізсін. Қиямет күніне дейін үмметіл Мұхаммад бұны жеткізеді. Пайғамбарлардың арманын, пайғамбарлардың мақсатын, адамзат бұл дүниеге неге келгенін, қайтадан сол жәннатқа кіру,
шайтан лайын харамды жегізіп бұл жерге түсірсе, харамнан тыйылып, Аллаға құлшылық қылып, сол жәннатқа кіру. Сондықтан Құран-ы Кәрімде Аллаху Субхану ва Таала «Күнтум хайра умматин ухриджат линнас, та'муруна бил маруф ва танхауна анил мункар ва ту'минуна билла». Адамдар үшін шығарылған үмметтің жақсысы болдыңдар. Жақсылықтарың қай жерде? Адамдарды жақсылыққа шарлайсыңдар, жамандықтан қайтарасыңдар, Аллаға иман келтіресіңдер. Жасырып қалу мүмкін емес. Кім дін ілімін жасырса, хадисте бар, қиямет күні оған оттан болған жүгенді кигізеді. Жүгенді біз жақсы білеміз. Орта Азия халқы атқа мінгенбіз. Атпа есекке мінгенбіз. Жүген темірден болған. Сол оттан болған жүгенді оның аузына ауыздақтатады екен. Дін ілімін бұл аманат. Пайғамбарым не деді? Фашхад, куә болыңдар. Раббым өзің куә болдың, жеткізіңдер. Олар жеткізді, сіз жеткізуіңіз керек. Жеткізбегендіктен ойран қашады. Жеткізгенде әйтеуір шығып кету емес. Еш нәрсені оқымастан жаңағы 40 күнге, 30 күнге жеткізу үшін жеткізе тұрған нәрсең болу керек қой. Ол үшін Құдайға шүкір, медресе бітіруің керек. Кемінде медресе. Болмаса институт бітіріңіз. Магистратура болыңыз. Докторантураны алып, ұстаздардың алдында оқып, кітапты тамамдап, мына кітапты оқыдым халық. Ұстаздың алдында оқып шықтым. Енді сіздерге осыны оқып берейін. Міне ол, нағыз ол, жеткізу деген. Ақылды болу. Пайғамбарлар ақмақ болмаған. Өте ақылды болған. Қай жерде тартысса, Муса алейхиссалам Фирауынға жіберді. Ибрахим алейхиссаламды Намрузға жіберді. Пайғамбарымызды Макка мүшриктеріне жіберді. Бүкіл әлемге жіберді пайғамбарымыз. Румның патшасына, Парсының патшасына, Мысырдың патшасына бүкіл әлемге хат жазып жіберді. Бірде-бір пайғамбар тартысқан кезде жеңіліп қалған жоқ. Дінді жеткізді. Дінді жеткізді. Ибрахим менен Намрузын тартысқанын, Раббияллази юхи ва юмит, Раббым өлтірет, тірілтет десе, ана оңбаған, мен де өлтірем, мен де тірілтем деп, жазықсыз біреуді өлімге бұйырылып, жазықты біреуді босатып жерді, күнәһкар біреуді. Мені өлтірдім, тірілттім дегенде не деді? Раббым күнді шығыстан шығарып, батыстан батырады. Әгер сен Құдай болсаң, күнді батыстан шығарып, шығыстан батыр деді. Вабухиталлази кафар, кафір болған аузы жұм болды. Муса алейхиссалам Фирауынды күшке сала бастайды олар. Пайғамбарлар Исма күнәдан пак болады, таза болады пайғамбарлар. Пайғамбарлар күнәдан таза болады. Дін дұшпандары, пайғамбарлар жалаңаш жүрді. Пайғамбар өзінің қызымен не қылды деп, анау киелі кітап деп дін дұшпандары халықты аздыру. Пайғамбарлар күнә істемейді. Олардың шайтаны жоқ. Шайтанын алып тастайды Аллах Тағала. Білесіздер пайғамбарымыздың 6 жасында, 5 жасында не болғанын? Шайтанның несібесін жүрегін жарып алып тастады. Пайғамбарлардың нәпсіл кәміл, толық нәпсі, олардың нәпсі тек қана жақсылыққа бұйырады, жамандыққа бұйырмайды. Сондықтан адамзатты олар жақсылыққа тартады. 7-ші еркісі жаңағы айтқан 25 пайғамбардың ішінде ешқандай әйелдің аты жоқ. Бұл нәрсені біз білуіміз керек. Бұл нәрсе пайғамбарларға мұстахил болуы мүмкін емес. Жаңағы 7 нәрсені үйреніп, үйге барған екен балдарға, үйдегі келіндерге, жеңгейлерге, мешітте не уағыз естің дегенде үйрету керек. Осындай болады екен, пайғамбарларға 7 нәрсе уажып болады екен, 7 нәрсе мұстахил болады екен. Болу мүмкін емес екен.